Әке-шешеңнің жазып берген сценариймен өмір сүрме. Мен жиі психологтарды ауыстырдым, өйткені олардың маған айтқаны мүлде ұнаған жоқ. Маған бір психолог айтты: сен әке-шешеңнің жазып берген сценариймен өмір сүріп жатсың, сенің өзіңнің өмірлік сценарийің жоқ деді. Бұл сөз маған өте қатты ауыр тиді. Ол кезде мені шығармашылықпен қоштасып, әкемнің бизнесін қолға алған едім. Өкінішке орай, әкем өмірден өткен соң, оның кәсібін жалғастырамын деп шештім. Және әкемнің кәсібі мені шыңдады, мені қайраттандырды, мені әбден пісірді. Әкеңнің ісін жалғастыру, әкеңнің арманын жүзеге асыру, ол әкеңнің жазып берген сценарий емес деп ойлаймын. Мен осы кәсіп арқылы өзімді кәсіпкер ретінде сезіндім. Өзіме деген сенімділігім артты. Өзімді мүлде басқа қырымнан тани бастадым. Өз бойымдан байқамаған қабілеттерді аша бастадым. Қазір екі салантты алып жүрмін. Біреуі бизнес, екіншісі шығармашылық. Екі арманды жүзеге асырдым. Біреуі әкемдікі, екіншісі өзімдікі. Және менде ешқандай өкініш жоқ.